Сәлеметсіздер ме? Мен каналыма қош келдіңіздер, каналыма тіркеліп қойыңыздар. Бүгінгі видеода мен сіздерге біздің зейнетақы қорындағы ақша жайлы айтамын. Қазақстандықтардың бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорындағы ақша ұлттық холдингтің облигациясында инвестицияланады. Бұл нені білдіреді? Яғни зейнетақы қорындағы ақшаны пайдалануға мемлекеттің құқығы бар. Және ол ақша жай жатпайды. Яғни олар түрлі мемлекеттік проектілерге қатысу арқылы біздің жинақталған ақшамызға инвестициялық табыс қосылып отырады. Ол ақша жұмыс жасайды. Біз ол ақшаны тек зейнетке шыққан кезде пайдалана аламыз, ал мемлекет ол уақытқа дейін инвестициялық жобаларға қолдануға құқығы бар. Ал 2023 жылы зейнетақы қорындағы ақшаны Қазақстандағы өндіріс саласын дамытуға қолданады. Бұл туралы ақпаратты ұлттық банктың сайтынан оқуға болады. 2023 жылы бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорындағы активтерін 500 миллиард теңге жалпы сомасында бәйтерек облигацияларына нарық талаптарымен инвестициялау жоспарланып отырғанын хабарлайды. Бұл қаражатты машина жасау, индустриясы, инфрақұрылым және де басқа да салалардағы ірі жобаларды кредиттеуге бағыттауды жоспарлап отыр. Яғни қаржыландыру үшін жобаларды іріктеу және бөлінген қаражатты игерілуі Қазақстан Республикасының үкіметі деңгейінде бақыланады делінген. Осы ақпаратпен толығырақ таныссаңыздар болады. Мен каналыма тіркеліп қойыңыздар. Сау болыңыздар.